Шерхан Мұртаза, Ақсай мен Көксай. Біздің ауыл Ақсайдың қақ басында, күміс жүген судырар ат басында. Қазақ ауылының өлеңі. Көксайдың бойуын етектеп, мен қонойуын бекбекей, қара мақмал тонуына жең болойын бекбекей. Қырғыз айылының ірі. Бірінші бөлім. Біздің ауылды Ақсай дейді. Ал ел аузында Ақсаймен қатар Көксайды көп аталады. Ау, мұның Ақсайы біздің ауыл болғанда, Көксайы қай жақта деуші едім өзім. Көп ұзамай Көксайды көрдік. Айша мені ерте оятты. Соғыстың 3-ші жылына аяқ басып бара жатқан кез. Құдайға шүкір, бала болсақ та ерте оянуға үйренгенбіз. Қанша айтқанмен таңғы тәтті ұйқыны қиып түрегелу ауырақ. Тұр, барысқан, Қорғанбайдың апасы келді, деді Айша. Қорғанбайдың апасы деп тұрғаны Арзы. Ал Айша менің шешем. Тек әкей жастайымнан оның атына татып үйреткен. Бүгінде Арзының үлкен екі ұлы, Орха мен Ноха әскерде. Айша Орха мен Ноханың атын атамайды. Мырза аға, шырақ дейді. Ал олардың інісі Қорғанбай да қайнысы ғой, бірақ оның атын атай береді. Арзыны Қорғанбайдың апасы дейді. Қорғанбайдың менен 2 жас үлкендігі бар. Үлкен үйдің көгесегін әкеп байлап қойдым. Тұра ғой, барысқан. Үлкен үйдің көгесегі Оңғарбай атамның тайқары. Аты есектемесең аттай шабады. Оны біреулер жабайы құланның тұқымынан екен десіп те жүрді. Көк тайқар біз сияқты балашағаның тақымына түсе бермейді. Оңғарбай атам оны көрінгенге мінгізбейді. Даладан көгесектің ішін тарта ышқынып ақырғаны естіледі. Айша асықтырды. Әне, Қорғанбайдың апасы да келіп күтіп тұр. Балам, бол жылдам. Барысқан қайда барады, апа? Деп қарындасым мен інім қыңқылдады. Қырғыз атаның ауылына барады. Жайшылықта оларға кәдірім жоқ, жағаласып, таласып, ұрысса беретін. Енді қазір екеуі де менің беделімді үнсіз мойындап, мені бір мына соғыс кезінде майданға аттанып, жауды жайратып оралатын қас батырға балап тұрған сияқты. Екеуі де езу тартып, ербейсіп, менен қысылғандай жалаң аяқтарын қайда қоярын білмей тұр. Әйу, Айша, болдың ба? Қайда әлі барысқан, деп сырттан Арзы апам дауыс естіледі. Далаға атып шықсам, Арзы апам жүні жалбыраған, қарны салбыраған қара мәшіге мініп тұр екен. Ақ полотной кимешек, ақ дәке күндік салып, көк доқаба қамзолын киіпті. Айша, Қорғанбайдың апасы-ау, тойға баратындай киініпсің ғой, тегі деп күлді. Күнде барып кеп жүрген жер емес, көптен көрмеген қырғыз құдаларға жүдегенімізді білдірмей, сыртқы жүнімді қампайтқаным ғой түге. Қайран Қорғанбайдың апасы. Сырлаяқтың сыры кетсе де, сыны кетпейді деген осау, деп Айша мені көгесекке қолдығымнан көтеріп мінгізбек болып еді, көнбей өзіме қарғып міндім. Көк тайқар шыдамсызданып шыр айналды. Колхоз бастық тас қожа үстінен түспейтін ақбоз айғыр тақымына тигенде едәуір көтеріліп қалдым. Інім мен қарындасым ауыздары аңқиып дәлізге шығып қарап тұр. Таңғы ызғардан жақ жүндері үрпиіп, ауыздарынан бу шығады. Айда, үйге барыңдар, дедім мен кісімсіп. Ал, жолдарың болсын. Домалақ әулиенің әруағы қолдасын, деді Айша. Айтқаның келсін, деді Арзы апам. Содан ауыл сыртындағы қара жолға түспек болып, Манас шоқысын бетке алып жүріп бердік. Ақсайдан салқын самал сезіледі. Ақбас арыстан аузына шыққан күйінде қатып қалған тәрізді. Енді оның сол аузынан шыққан дем де сап салқын, таң аңғары осындай. Ал аспан жүзі жас нәресте көзіндей жәулір, көк жиегін ғана кілегей шарбы бұлттар тұтып тұр. Шымшықтар шықылықтап, құмыр құрқылдап қалыпты. Үні тарғыл-тарғыл шығып, қарға да қарқылдап қояды. Шұбар көкек сұңқылдайды. Енді бірде Ақсай аңғарынан самал емес, салқын дария күллі аспан астын толқындата, үн-түнсіз шалқып ағып, біз бүкіл үй жайымызбен
ауыл аймағымызбен, қара жол, ой қырымызбен қоса сол көкке көрінбес қасиетті мұхитта әлде қайда жүзіп бара жатқан сияқтымыз. Ауаны алақанмен уыстап, мөлдір бұлақ суындай сіміруге болатын тәрізді-ау. Артымыздан айқай шыққанға шошып қалып, бұрылып қарасақ, Айша екен. Әй бұ, Қорғанбайдың апасы-ау, ұмытып кетіппін ғой. Қырғыз атаға айта бар. Барысқанға медет қанды көрсетсін. Өткенде не болмады? Балалардың жазығы не? Бірін-бірі біліп жүрсін деп, Айша көзіне жас алды. Қой әрі, балаң жол жүріп бара жатқанда, жылап жамандырым қылма. Қой, Айша. Қойдым, Қорғанбайдың апасы, қойдым. Айша артына қарай үйге қайтты. Сұр шинелі оның жотасын бүкірейтіңкіреп жіберді ақ. Станцияда бір солдат пойыз жүрейін деп тұрғанда асығып, арзанға сата салған екен. Қазір Айшаның бір киері де сол. Әттең, Айшаның үстінен сұр шинелі түсер күн бар ма екен деп армандаймын. Сай қабағындағы аз ауыл аулақтан үркердей үрпиіп көрінеді. Қара жолдың бойындағы қызыл изен мен бүйірі бүргеннің басынан боз торғай пырпырлап ұшып, бізбен біраз жерге дейін ілесіп отырды. Жол жағалай селеу-селеу, төп-төп ақ ши. Қара жол Шоқыбас сайының басын айналып өткен жерде жермен жексен болып зират жатыр. Ішіне сиырлар да кіріп жайылып жүр. Айналасы қоршалмаған, жер жетпегендей тура түбінен тақап тұрып егістік жыртыпты. Арыз апам зираттың тұсынан өтіп бара жатып, аузы күбірлеп қос алақанымен бетін сипады. Онан соң маған бұрылып, зираттың тұсынан өткенде қиямет қайым жақын деп өт деді. О не деген деп сұраймын аңқайып. Әруақтар қиямет қайымды күтіп зарығып жатады дейді. Жолаушылар қиямет қайым жақын деп өтсе, жарықтық әруақтар қуанып қалады дейді. Ал тірі адамдар зират тұсынан үндемей өтсе, әруақтар қапаланып қалады дейді. Қиямет қайым деген не ол? Ақыр заман болғанда о дүниеге адамдар бір-бірімен табысады. Ана баласымен, бала әкесімен. Бұл сағыныш дегенде дауа болсаңшы. Өлген әруақтарда жақындарын сағынып жатады екен ғой. Жол қатқақ. Шынының сынығындай боп қабыршақ мұз кездеседі. Марттың іші. Наурыз болса да әлі ызғары бар. Осы таяуда ғана алтын күрек желі соғып, қалған құтқан үрінді қарды сыпырып сиырып әкетіп, сай-сайда гүрілдеп қызыл су жүрген. Енді су тартылып, көк қылтиды. Бәйшешек жұмыртқа жарып шыққан балапан құсап, жердің қабыршақтанған топырағын тесіп шығып, шоқ-шоқ болып тұнып тұр. Өткенде апта бойы азынай соққан ақ борандардың азабын көрген шоңайна, сиыр құйрық, шырыш сияқты бойшаң өскен қурай бір жамбастап жатып қалған. Түбінен балақтап жаңа тіршілік басталып, жасыл барқыт балауса бас көтерген. Тәңірі тау әлі қары түрілмей, тек бір ожары тікпет тастары ғана жалаң төстеніп, тағы бір қысты қасқая шығарып салып тұр. Жағрапия мұғалімнің айтуынша, біздің бұл тауымыз 100 миллион жылдан астам жасапты. Мұның жасына қарағанда бір адамның ғұмыры тозаң сияқты. Міне, мен мысалы 13-ке шықтым. Айша, бір мүшелге шықтың, барысқан, мүшел жыл ауыр болады деуші еді. Аман бол әйтеуір деген. Азанғы қатқақпен едәуір жер өндіріп тастадық. Оң қол жағымызда кереге тастың қар жұқпас қара құздары қалып барады. Сол жағымызда Қаратау жарысып келеді. Алдымыз Манас шоқысы. Ыбырай сайынан да өттік. Мыңбұлақтың ең тереңі осы. Қысты күні боран тықпалаған, үрінді қар сіресіп көпке дейін жатып, жақында ғана еріп біткені әлі көгі көпсімеген қара тақыр қабақтан білініп тұр. Өткен ақпанның аяғында кенет күн жылынып, қар кетіп, мал далаға жайылып жадырап қалып еді. Сонда да осы Ыбырай сайдың үрінді қарына пияш кемпірдің ала сиыры түсіп кетіп, арам өлді. Қардың беті қатты болғанымен, астынан еріп кеуек пайда болады екенде, үстінен жүрген мал кеуекке түсіп кетіп, үйелеп қалады екен.
Тіпті бір көктемде бейсалы шалдың жоғалған тушасы әбден қар кеткен соң сай табанында жаңа туған лағымен жайылып жүрген жерінен табылған. Бірақ сиыр ешкі емес қой, үйеліп өліп қалыпты. Жалғыз баласы соғыста жүрген пияшты шалдар аяп, суда өлген мал адал деп, ала сиырды сойып, елге 40 жілік қылып таратып, ақша жиып, орнынан тұяқ тұрғызған. Арза апам ұйықтап қалған ба, үндемейді. Есектердің пысқырғаны, қабыршақ мұздың шынағаны ғана естіледі. Балаларын ойлайтын шығар. Орқа мен Ноха қандай еді? Сайдың тасындай, екеуі де еңсегей, нұрлы жүзді, аймаңдай азаматтар еді. Арзының өзі ажары асқан көркем кісі. Сол соғыс басталғалы бері әсіресе соңғы кезде тым қартайып кетті. Бірдеңе десе қайтеді деп үн-түнсіз келе жатқан Арза апамның бетіне қарап-қарап қоямын. Ақыры шыдамай, апа, әлі алыс па дедім. Арзы қалғып кетіп, көзін ашып алған адамдай басын көтеріп, деп жан-жанына қарады. Мынау шоңқара ғой. Енді біраз бар. Анау Манастың тұсына таянсақ жетеміз. Әлі Көксайдан өтеміз. Ары бері қатынаған жолаушы көрінбейді. Аспанда 1,5 тау бүркіттері асықпай қалықтап жүр. Олардан басқа қыбыр еткен жан, жүгірген аң, ұшқан құс жоқ. Жол тастақ. Есектері бұрынғыдай қаздаңдамай тасырқап келеді. Баяғыда осы жолмен сенің ұлы апаң ұзатылған, деді бір кезде Арзы, үндемеуден жалыққан адамдай сөз бастап. Ол қай ұлы апа? Сенің әкеңнің әпкесі қазір біз бара жатқан Нұралы қырғызға ұзатылған. Жарықтық, жатқан жерің жәннат болғыр. Әлгі әпкеміз әуелде жат жұртқа үйрене алмай қиналса керек. Қырғыздар жаз жайлауға шығып, тау асып кетеді. Сонда асуда жалғыз аяқ жолмен өтеді екен көштері. Жоғары қарасаң, төбеден төніп тұрған құз, төмен қарасаң, басың айналатын шыңырау. Аттың аяғы сәл тайса бітті, Аллау әкбар дей бер. Сонда қырғыздар, қоқи, ана қазақ келіннің көзін таңып тастаңдар, дер екен. Әйтпесе бас айналып, құздан құлап кетер екен. Сөйткен Жарықтық ода өтті дүниеден. Шалы болса әлі тірі. Сенің жезден ғой, барған соң құлағынан тарт деп, Арза апам сылқ-сылқ күліп қойды. Арза апа, Медетхан неге бұл жаққа кетіп қалған деп, көптен көңілімде көмулі жатқан жұмбақтың шешуін сұрадым. Өйткені шешем ылғи, Медетхан деген бауырың бар, қырғыз жақта дейді. Сенімен түйдей жасты деп қояды. Неге о жақта, неге бізбен бірге емес десем, үндемей күрсіне береді. Кейде жылайды. Қазір мұна Арза апам да күрсініп қойды. Байғұс бала қайғайдағыны еске салып, деп түйіліп біраз отырды. Әлгіде айттым ғой, ұлы апаң осы қырғыздар жаққа ұзатылған баяғыда деп. Оның інісі сенің әкең Мұрат. Атыңнан айналайын, пейіште нұрың шалқығыр. Одан кейін Әміреқұл. Әміреқұл көкіңді білесің бе? Сен қайдан білесің? О кезде бір жаста екенсіңдір ғой. Медетхан да бірақ жаста болатын. Сол Әміреқұл көкең әлгі қырғызға кеткен әпкесінің соңынан барғыш еді. Сонау қырғыздың жайлауына жаз бойы кетіп те қалушы еді. Сөйтіп жүргенде Османалы деген бір қырғыздың Шәрбән деген қызын алып қашып келсін. Ол өзі бір жерге айттырып қойған адам екен. Құдайым өзі пана болсын, қырғыз қазақ қырғын бола жаздап барып әрең басылған. Қыз, өз ықтиярыммен келдім, мен үшін қырқыспаңдар деген соң ғана саябырсыды. Әйтпесе, Османлылар райға келеді деген не? Сөйтіп алған қыздың ақыры не болды? Өзде бір маңдайға сия қоймас хас сұлу еді ғой. Сұлулығын күндеп, ішімізге сексеуіл шоғы түсіп кеткендей болушы едік. Ағайын бар болса көре алмайды, жоқ болса бере алмайды. Әдірі қалғыр дүние сол екен ғой. Әміреқұл мен Шәрбәнің бақытын күндемеген адам кемде-кем. Әйтеуір, сол елдің тіл көзі тиді ме, кім білсін, бейшара. Әміреқұл көкең сендер туған соң 1 жылдан соң қайтыс болды. Сірә 33-ші жылдың күзі болар. Шәрбән күйеуінің өлгеніне сенбей, есінен адасқандай боп қалды.
Сәрсенбай қайнағасына күнде барып жылайды екен. Әміре құлды бір көрсет деп. Ел жұрт ата-бабаның салтында жоқ болса да, әлгі періштедей әйелдің жанғанына шыдай алмай Сәрсенбай жарықтық мүрдені ашып, Әміре құлдың денесін алып шығып көрсетіпті. Әдемі сұлу, мұртының бір шеті жиді түсіп қалған екен дейді. Әйел түңіліп теріс айналып кетіпті. Көңілі суып сала берсе керек. Солақ екен, жылына жетпей төркініне кетемді шығарды. Қайран қазақ, әмеңгер жолымен сенің әкең Мұратқа қосамыз деп көріп еді, осы жаман шешең шаң-шұң шығарып көмбеді. Енді осы күні өзі өкініп жүр. Шәрбаннан қызғанған күйеуі ақыры өзіне де бұйырмай кетті. Алды айналайын мырзағай, жатқан жерің жәннатта болғырай. Дәл жолдың жиегіне пыр-пыр етіп, бір топ құс жер бауырлап ұша жөнелді де, көп ұзамай қона кетті. Менің таңғалғанымды байқап, арыз апам, кекілік қой, Құдай қаласа Көксайға да келдік деді. Мен көк тайқарды тебініп, әлгі кекілік қонған жерге шоқырақтата жөнелбем. Арыз апам, қой, ақмақ болма, кекілік саған ұстатар ме деп тоқтатты. Айтсы да айқандай, топ кекілік тағы да жер бауырлап пырпырлап ұшып, ойпанға түсіп кетті. Сонда байқадым, еңістен үлкен аңғарға құлап келеді екенбіз. Арғы бет құж-құж, қатпар-қатпар, жырым-жырым жар екен. Толып жатқан үңгірлер көрінеді. Шаңқ-шаңқ етіп әлде қандай дәу-дәу құстар айналып жүр. Табанда үні булыға шығып, өзен ағып жатыр екен. Есектеріміз еңкеңдеп суға тұра ұмтылып, әбден қанып болғанша аяғын бір баспай қойды. Әккілігі ұстайын деді ме, қара мәші қарны қампиып кеткенде де әлі ішкенсіп, тұмсығын судан көтермей, көзін жұмып тұрып алды. 27-ші бет. Барысқан-ай, мынау қарамды ұрып жіберші. Өле қарғыр. Деп арыз апам қара есектің қос өкпесін теп келеді. Қолымдағы жуан көк таяқпен құйымшағынан салып қалып едім. Қираң етті де суды жалдай кешіп, арғы бетке өтті. Сол жерде бізде түсіп сусындап, үйіп қалған аяғымызды жазып, жан шақырды. Су осыншама аңғардың табанында ғана жалтырап жатыр. Жан жағалай үйдей дөңкиген тастар, бәрін тасқын домалатқаны көрініп тұр. Малты тастан аяқ алып жүргісіз, малты тасты мүк басқан, сағыз шөп, теке сақал, ит мұрын, қобатал көрінеді әр жерден. Қобаталдың шыбықтары осы қазір бүршік жарайын деп, буаз сиырдың желіндей сыздап тұр. Егер мұны сарқырап жатқан судың сарыны болмаса, қобаталдың ашылайын деп тұрған бүршіктерінен әдемі бір сыбызғы саз естілердей көрінеді. Бәрі өзіміздің Ақсай аңғарында өсетін шөптер ғой деймін өзім. Тек есектер ғана өмірі мұндай шөп көрмегендей жер тістеп бас көтермейді. Суының сарқырап аққанына дейін біздің Ақсайға ұқсас. Ал аңғары аңғал-саңғал, адам қорқатындай екен. Жалғыз жарым жүру үрейлі ақ. Біз судың жағасына түскеннен ақ, бір борызторғай төбемізде салбырап, шыр-шыр етіп тұрды да қалды. Әлде осының бір жерінде ұясы бар ма? Әлде бізді бір қауіптен сақтандырғысы келді ме белгісіз. Арыз апам кимешегін күндіктен асыра түріп тастап, қос білегін сыбанып, беті қолын жуды. Сонан соң күнге бірі қарап қойды да, әлі бесін болмаса да белбегін жайып намаз оқыды. Бет алысы құбыла өзіміздің ауыл. Ешкім жоқ жерде тілеген тілегім Құдайдан құлағына мүлтіксіз естіледі деді ме, әйтеуір мінәжат айтып отыр. Құдайдан құлдық ұрып тілегені сонда сірә Орха мен Ноханның амандығы еді ғой. Бірақ оны Құдай тыңдаған жоқ. Жалбарынушылардың бәрін тыңдай берсе, ол Құдай бола ма? Әрі берден соң сол жолы Құдайдан мүйіз сұраймын деп құлақтан айырыла жаздады. Шақыр-шұқыр еткен дыбысқа намаз оқып отырған арыз апам да амалсыз бұрылып қарады. Жоғарда жолсызбен малта тасты кібіртіктей басқан ақ есектің үстінде еңгезердей біреу отыр. Біздің көк тайқар әңкілдеп ала жөнелді. Ішін тартып, бір ақырғанда аңғардың ішін азынатып ақ жіберді. Мен шылбырынан қатып ұстап тұрмасам, ақ есекке тұра шабатын. Ұрғашы есек
көрсе жыны бар. Ой, әңкілдейді, құйрығын бұлғаңдатып, құлағын тікірейтіп алып, тұла бойы шиыршық атып, есінен тана жаздайды қара басқыр. Ағесек мінген Қарадәу жақындап келді. Әдетте Ағесекке ел қыдырған дуана мініп жүруші еді. Дуана ма дейін десек, оған келіңкіремейді. Басында даңғарадай дәу бөрік. Сеңсең қозының терісі ескіріп қалыпты. Үстінде түгі түскен қара сукно шекпен. Стволын төмен қаратып, тақымының астына жалғыз ауыз мылтық басып алыпты. Алақандай ала көз. Шалғы мұрты салбырап тұр. Түсі суық екен. Біздің көк әңгінің онымен ісі жоқ. Мені сүйрелеп отырып, Ағесектің тұмсығын тигізіп иіскеп көрді. Пысқырып алып тағы еңкілдеді. Ақ мәші шыжбыңдап, артқы аяғын көтеріп, тоңқымақ болып еді, бадырақ көз оны қамшымен бастан періп кеп жіберді. Біздің көк тайқарды да құлақтан тартып жіберді. Содан барып байқұстың арыны басылайын деді. «Иә, қайда бара жатырсыңдар?» деді бадырақ көз. «Аршағұлға», деді Арыз апам. «Онда кімдерің бар еді?» «Нұралы деген кісінің үйіне». «Неғып ауыл қыдырып жүрсіңдер? Колхоздың жұмысын кім істейді?» «Колхоз бар ма өзі сендерде?» деп бадырақ көз кенет үнін өзгертіп салды. «Әй, сен неге әскерге бармай жүрсің? Әскерден қашып жүрген дезертір емессің бе?» деп маған шүйлікті. «Қой ойбай, онысы несі? Қаршадай баланы әскерден қашты» деп Арыз апам шыр-шыр ете қалды. Бадырақ көздің мылтығына қайта-қайта қарай береді. «Әлгі бесіктен бері шықпаған бала ғой. Тыныштық заман болса, көжесін жыламай ішпейтін нәресте емес пе? Мына заман болғасын ересек көрінетті көзге. Ала жаздай қабырғасы қайысып, колхоздың жұмысын істеп жүргенде осылар. Бұған ас қатпай жатып, еңбектің ащысын татты ғой. Өзіңіз неге бармай жүрсіз әскерге?» деп Арыз апам кенет бадырақ көздің өзіне тап берді. «Иә, мен бе?» деп әлгі сасып қалды. Жалмажан тақымын көтеріп, мылтығын жөндеп қойды. Соны соң езуі жайындай жайылып тұрып күлді. «Соғыстың алдында ғана 1 май мейрамында күреске түсіп, қабырғаларым, оң қолым сынған. Сонда инвалид боп қалдым, құдағи». «Кәне, құдағи, қоржында не бар?» Өңкүйіп есектен түсті. Мылтығы өзінен бұрын сарт етіп жерге құлап қалды. «Ойбуй, түк жоқ. Не болады біз сияқты мүсәпір жолаушыда? Мынау Аршағұлда жегжатымыз бар еді. Соларға жолығып, сау-саламат айтыспақпыз. Не болады бізде?» деп Арыз апам азарда безер бебеулеп қалды. Сәл үнсіздік кезінде бағанағы Бозторғайдың төбеден шырылдаған даусы тағы да ап-анық естілді. Айнала аңғал-саңғал аңғар. Тіпті Тәңірі таудың шыңдары қылтиып әрең көрінеді. Төбеңнен төнген аспаннан басқа кеңістік жоқ. Айқайласаң ешкім естімейді. Қашып құтылмассың. Кәрі кемпір, жас бала, анау болса зіңгіттей балуандыққа түскен раста болар. Бадырақ көз Ағесекті бос қоя беріп, Арыз апамның қоржынына қорбаңдап барып қол салды. «Әй, бұл мына қараңғалғыр қайтеді-ей, әй, денің сау ма?» «Жоқ, айдалада жол тұрған қарақшымысың? Ұялмайсың ба? Қарусыз қатын мен қаршадай балан тонағанша». Арыз апам тырмысып қоржынға жармасты. Мен шыдай алмай көк-өсекті қоя бере салып, «Ағай, тимеңіз» деп әлгінің жеңінен тартып едім, бұрылып бетіме қарағанда сәрім кетті. Көзі тостағандай ақсиып күледі екен. Мені итеріп кеп жібергенде жығыла жаздап тәлтіріктеп барып қалдым. «Ойбай, Құдай көрсетпеген қорлығың осы ме?» деп Арыз апам отыра қап жер тырналады. Қоржынның басында ши барқыт кездеме жатқан. Мамыт жәкемнің ептеген саудагерлігі бар еді. Анда-санда колхоздың жұмысынан қолы қалт еткенде Тәшкенге барып, мата пұл алып келіп, соны Борандының базарында азыққа айырбастар еді. Қазір Борандыда дән баласы ұшпайды. Мата тұрмақ, алтынға да азық айырбастап ала алмайсың. Содан қырғыз ағайындар тоғырақ болушы еді-ау деп Арыз апам ши барқытты осы жаққа алып келе жатыр еді ғой. Оған қоса Арыз апамның қойнында Айша берген азнаулақ ақшады бар. Жалғыз сиырдың майын жиып, базарға апарып қадақтап сатып, тісін-тісіне қойып тиын шығармай, астық сатып алуға сақтаған ақшасы ғой ол Айшаның. 30-шы бет. Арыз апам жарықтық, жаңа бір қолымен қоржынды жасқаса,
бір қолымен омырауын басып, Айшаның аманатын қызғыштай қорғап жүргенін байқадым. Сөйтіп, бүкіл бір қауым ел бетіне қарап отырған Шибарқытқа шын қауіп туды. Жаңа астыққа жеткенше әлі көктем бар, жаз бар. Бадырақ көз Арзапамның қоржынын Ақесектің үстіне сала беріп қайтып алды. Көкесекке көз түсіп күлімсіреді. Шалғы мұрты шалқайып, тістері ақсиды. «Әй, балақай, есек айырбастайсың ба?» деді. «Айырбастамаймын», дедім қасарысып. «Қой, айырбасталық. Менің есегім буаз. Қодығы саған пайда». «Болмайды», дедім қасарыса түсіп. «Көк әңгі кетсе, онда менің ауылдың бетін қайтып көрмей-ақ қойғаным жақсы. Оңғарбай атам онсыз да осы Көкесекке бола өзінің туған інісі, мына Арзапамның шалы Мамыт Жәкеммен араздасып қалған. Мамыт Жәкем астық науқаны кезінде элеваторға астық тасушы қызыл керуенді басқарады. Жеке меншіктің бүкіл күш көлігі осы науқанға жегіледі. Әрине, Оңғарбай атамның Көкесегі алдымен алынады. Сонымен апта бойы, ай бойы өз есегі өз тақымына тимей, қарға адым жер баса алмай, Оңғарбай атам мүсәпір болады. Інісіне: «Ау, Мамыт-ау, менің есегімде ақың қалса да қайтарсаңшы енді», деп күнде барады. Мамыт айтады: «Соғыстың не екенін білесің бе? Жұрт көлігі тұрмақ, туған балаларында аяған жоқ соғыстан. Сенің арам есегің кімнің шәкірәсі?» деп жанды жеріне тиеді. Ағасының ол кезде ұл баласы жоқ, сондықтан отбасынан соғысқа аттанған ешкім жоқ. Сол бар, әр десе Көкесектің ашуы бар, інесінің жағасынан ала түсіп, қолындағы таяқпен жонарқадан тартып жібергенін қырман басында көзімізбен көрдік. Сондай жанжалдың себебі болған көк тайқарға енді мына шалғы мұрттың көзі түсті. Құдайым өзі сақтасын. Есектен айырылсам, шешемнің күні не болады? Бетіне өмір тіктеп қарамаған қайнағасының тірі тисе, қорлыққа ол қайтып шыдайды. Ал Бадырақ көз болса, көк тайқардың тізгіннен ұстап алып, үстіне Арзапамның қоржынын салып, есектің сауырынан алақанымен ұрып көрді. Көкесекке бәрібір құйрығын шыжбаңдатып пысқырынып қояды. Үстіне Бадырақ көз мінсе, атырылып ала жөнелейін деп тұр. Арзапам жалынып әлгінің етегіне жармасты. «Құдай тілеуіңді бергір, әшейін қалжыңдадым деші, әшейін ойнап бізді қорқытқаның болсын. Өміріңде жаманшылық көрмей өт, босат бізді. Қайтесің кембағал мүсәпір жандарымыз?» «Қарай көр, мүләйімсуін. Баяғының бәйіпшесі құсап, сәнденіп киінесің. Тағы да кембағалым дейсің. Мынауың контрабанда. Соғыста жұрт қан төгіп жатыр, ал сен кемпір болсаң, сәнденіп той-тойлауға барасың. Болмайды, мұның бәрін мен өкіметке өткізем». Бадырақ көз шынымен-ақ көк тайқарға мінуге ыңғайланды. Көкесек пысқырынып, бір орында тыныш тұрмай шыр айналады. Ақесекті тастайтын түрі бар. Тіпті түсіп қалған мылтығына қарар емес. Айтпақшы, лезде басыма бір қыршаңқы ой сап ете қалды. Жүгіріп барып жерде жатқан мылтықты көтеріп алдым да, Бадырақ көзге аулақта тұрып кезеніп: «Қане, тайып тұр» деп айқайлап жіберіппін. Арзапам: «Ойбай жүгірмек, таста, ойбай, бәлесіне қаламыз» деп екі қолын ербеңдетті, бірақ жақындамайды. Ал Бадырақ көз сасар емес, қайта сақ-сақ күлді. Онысынан абыржиын дедім. Ол атпайды, пыстана су боп қалса керек. Түнде далаға шық дейіп су болған. Жаңа ана бұлымның ар жағында тобылғының төбінде бір ұрғашы елік күнге маужырап ұйықтап жатыр екен. Көздеп тұрып басып қалсам, шырт етіп от алмайды. Затворды қайта қайырып, қайта салып, тағы басып қалсам, тағы от алмайды. Патронды ауыстырып, тағы атам, тағы болмайды. Ыза болғаным сонша, елікке жақындап келіп, мылтықтың өзімен жіберіп кеп ұрып едім, ата кеп жөнелді, дүмі тимеді. Сөйтіп, ауызға түсіп тұрған бір еліктен қағылып, қапы болып келе жатқанда сендер кез болдыңдар. Бұ да болса Құдайдың несібесі. «Әй, балақай, мылтықпен ойнама, ол бәрібір атпайды». Әйтсе де мылтықпен ойнамас болар. Сонда да кезеніп біраз тұрдым. Қарауыл Бадырақ көздердің арасында қозғалақтайды. Қолымның қалтыраған содан сеземін. Адамға қарай мылтық кезенудің өзі қиын-ай. Оның үстіне Арзапам шындап ойбай салып жылады. Туымай жатып әкесін жалмаған жүгірмек, енді өз басыңды жалмайын демесең, таста қолындағын деп, екі қолын ербеңдетіп шаршыр етеді. «Жарайды» деп
мылтықтың стволын төмен түсіре бергенімде, анадай жерде сайдың қабағында тарғыл таста қалбиып отырған қара құсты көріп қалдым. Тым болмаса ашуымды содан алайын деп, көздер көздемес шүріппені басып кеп қалып гүрс ете түсті. Бұрқ еткен түтіннен ештеңе көрінбейді. Жартастар жаңғырығып, сатыр-сұтыр тауқылап жатқандай. Зәрем зәр түбіне кеткенде көзімді ашып алсам, бадырақ көз құлап жатыр екен. Оқ соған тиген екен десем, тарғыл тастың үстін тұтас жауып, қанаты сала құлаш жайылып түсіп қара құс жатыр. Бадырақ көз басын көтерді. Әлпет деген не? Өңі боп-боз, көзі жыпылық-жыпылық етеді. Абайлап орнынан тұрды. Бір-бір басып, өзінің ақ есегіне барды. Ала жіптен арта салған үзеңгіге аяғын әрең іліп, желқом ерге асыла мінді. Есегін кібіртіктетіп, бір-бір бастырып, қасыма келді. Үндеместен қол созып, мылтықты алды. Үндеместен стволын төмен қаратып тақымының астына басты. Ақ есектің басын бұрып, су жағалата ылдиға түсіп, бұрылып та қарамастан кете барды. Я әруақ, я тәңірі, 7 теңге 7-нан құдайы, я әруақ деп арыз апам келіп, менің аузыма саусағын салып, таңдайымды көтерді. Сірә, менің мелшиіп тұрып қалған түрім кісі шошырлық кейіпте болса керек. Бісміллә, бісміллә деп арыз апам таңдайымды көтеріп, ақ есектің қарасы бұлдырап ұзай берді. 2-ші бөлім. Ымырт үйірлі Аршағұлға келіп жеттік. Сұрай-сұрай Қырғыз атаның үйінде таптық. Қырғыз ата таяғына сүйеніп, есігінің алдындағы төбешікте тұр екен. Бізді көріп төмен түсті. Әуелі танымай қалды. Үйден жүгіріп шыққан бір қартаңдау әйел танып, асты үстімізге түсіп бәйек болып, тіпті жылап та жіберді. О, қағылайын, Мұраттан қалған жарығым, тұлпардан қалған тұяғым деп менің кім екенімді білген соң, бетімнен олай да сүйді, бұлай да сүйді. Арыз апамды құшақтап тұрып, арқасынан қаққылады. Көзі жөнді көрмей, құлағы жөнді естімей, аңтан қалып тұрған аппақ қудай бүкір шалға әлгі қартаң әйел. Оу, атекем, танымай қалдың ба? Тайекем келді, тайекем. Мұраттың баласымен Мамыттың үйіндегі тайеке келін келді, деп айқайлады. Шал қос қолын маған созып, ағаштай аяқтары менен бір-бір басып жаныма келді. Менің ыңғайсызданғаныма қарамай, басымды арық кеудесіне басып, тұла бойы дір-дір етіп үнсіз өксіді. Арқамнан сидиған арық қолымен сипалай берді. Әкей кеткелі, еркек атаулдан мұндай мейірім көрмеген басым, көңілім босап, оның үстіне жол жөнекей көрген қорлығымыз есіме түсіп, оқыстан даусым шығып кетті де, булығып шалдың ақ жейделі арық кеудесіне басымды тыға түстім. Өзім ес білгелі, тұңғыш рет дидарласып тұрған қарттың маған әкемдей жақын көрінгені сонша, оның бауырынан ажырағым келмеді. Әлі булығып, өксігімді тоқтаталмай, қайта солығым үдей түсті. Бұл үнсіз, тұншыққан жылауда толып жатқан шағым бар еді. Әкейдің жоқтығы, қайрақбай қарауылдың сиырын колхоздың шоңыршқасына түсіп кетті деп, шешемді былапыт сөзбен балағаттағаны, қыстың ұзақ боранды түндерінде үрпек бас 3 бала Айшаның бауырына тығылып, бір көрпенің астында боранның ұлыма даусын тыңдап қорқып жататынымыз, Жуанқұл бастықтың жұмыртқаны ұрлап жейді деп, Ақжол дейтін күшігімізді атып өлтіргені, Салмат дейтін шалдың мені көрсе дереу, о жетімек деп бас шайқай беретіні, тамыздың айсыз түнінде борандының элеваторынан қайтып келе жатқанда есегі жүйріктер озып кетіп, мен елдің ең соңында жалғыз қалып, жол жөнекей терең-терең сайлардан өткенде, үрейден тынысым тарылған кезде, Евгеньевканың бұзық балалары жалғыз өзімді орта қалып сабағаны, сонда менің жүзін көрмей, сыртынан медеу тұтып жүретін медет деген бауырымды іздегенім, бәрі мына шалдың алдында ақтарылған арыз еді. Үнсіз, тілсіз арыз. Кәрі көкірек соның бәрін айтпай-ақ түсініп қойды. Мені бауырына қысып, көпке дейін егіліп тұрып алғаны да сондықтан. Әлде кім біледі,
Ол да маған сонда арызын айтып шағынды ма? Себең табаныңа кірген тікен менің маңдайыма батады, балам. Сен бесіктен белің шықпай жатып көрген қиыншылықтың бәрін мен кәрің білемін. Түнде түсіме кіресің, күндіз ойымнан шықпайсың. Итті Құдай иесімен қинасын. Әкең жоқ болған соң менің алыста жүріп уайымдағанымнан не пайда? Қол ұшын бере алмадым, балам. Қапа болма. Балада болсаң әкеңнің орнын басқан азаматсың. Жақсы әкенің әруағы жаман балаға 40 жыл азық. Әкең жақсы еді. Сенің әкең менің балдызым болатын. Өзім қырғыз, қазақтың қыз алып, содан бала сүйдім. Нұралы деген атым қырғыз қазаққа ортақ еді. Бүгінде қартайдым, балам. Ат арыса тулақ, адам арыса әруақ, тірі әруақ боп қалқайып отырмын. Әбдібек жиенің әскерде, көптен бері сендерге ат ізін салмай кеттім. Кәріліктің завалы, соғыстың зардабы, балам. Оу, атекем, мынау Мамыттың үйіндегі келініңізбен амандаспайсыз бе деп, қартаң әйел шалдың құшағын менен ажыратты. Ей, қағылайын, Мамыттың үйіндегі келін бе деп, шал қалт-құлт етіп, жығыла жаздап Арза апама бұрылды. Арза апам қос қолын беріп амандасты. Осы ұзақ көрісудің басынан аяғына дейін мен қатарлы бір бала біресе құлағына шейін жайыла күліп, біресе қабағын түйіп қасымызда тұрды. Қартаң әйел бір кез оған қарап, «Оу, Мамытбек, бұл тайекеңдердің есектерін байла», деді. Мамытбек ылдым-жылдым жүгіріп біздің көліктерімізді жайғады. Содан үйге кірдік. Үй дегенде біздің ауылдағы сияқты тоқал там, сығырайған жетілік шам. Төрге шығып, жүгері паяның үстіне төселген сырмаққа отырдық. Қартаң әйел бетіме қайта-қайта қарап, «Қағылайын, тайекем, танисың ба мені? Ауылыңа барғанда талай көтеріп едім ғой. Мен Сусар апаңмын ғой. Танымайсың, Қайдан танисың? Онда кішкентай едің ғой. Мен Зинат дейтін қызымыз екеуміз барғанбыз». Зинат есіңе түсті ме? Зинатты күйеуге бергенбіз. Иә, енді еміс-еміс білетін сияқтымын. Басына шошақ бөрік киген, шашын майда-майда толып жатқан, бұрым етіп өрген бойжеткен қыз енді есіме түсті. Мынау Мамытбек жиен шарың. Әбдібек жиеннің жалғыз баласы, сенімен түйдей жасты. Мамытбек екі езуі құлағына жеткенше ыржия күліп маған қарап отыр. «Медеткен қайда?» деп қойдым ішімнен. Нұралы атам қос қолымен жер тіреп барып, баяу шөгіп әрең орналасып отырғаннан кейін, Арза апамнан жасаураған, еті қызарған көзін айырмай, «Қалай келін, балалар есен бе? Мамыт ақсақал аман ба? Әскерге кеткендерің бар ма?» деп сұрады. Арза апам орнынан бір ұмтылып, атайға жақын отырды да дауыстап, «Балалар, Құдайға шүкір, аман, екеуін әскерге бергенбіз. Алла Құдай сақтасын деп мойнымызға алабұршақ салып отырмыз. Үлкеннен біраздан бері хат тоқтап қалды. Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, қу тамақ арсыз. Әйтеуір шығарға жан бөлек болған соң сүлде сүйретіп жүрміз ғой. Шал байғұс бір уыс боп қартайды. Бұрынғыдай қайрат жоқ. Сонда да колхоздың жұмысын көк өгіздей сүйреп келеді». «Бәрекелді», деді Нұралы атай. Екі тізесіне шынтақтап бүк түсіп жатып алып, ақселеу сақалдың салалап төмен қарап отыр. Көппен көрген ұлы той келін, бетіне қараған Әбдібекті әскерге аттандырып, мына бізде отырмыз. Мамытбек қаусаған атасының иығына асылып алып, маған қарап, жымиғанын қоймады. Езуін жияр емес. Әдеттегі амандық саулық сұрастырылып болды. Нұралы атам Әбдібек әскерге кеткен соң, көрші айылдағы қызы Сусар апамды қолына алыпты. Қазір шалдың кір қоңын жуып, астын пісіріп, үсті басына қарап отырған осы Сусар апам екен. Келіні Сәнәм бөбі қайтыс боп кетіпті. Сәнәм бөбі дегенді біздің Айшаның аузынан көп естуші едім. Сөйтсем ол марқұм мына Мамытбектің шешесі екен. Енді 90-дағы Нұралы ата қаршадай жалғыз немересімен қартайған қызы Сусардың қолына қарап қалған. Арза апамның «Жездеңнің құлағынан тарт» дегені есіме түсіп күлкім келді. Бір жағынан аяпта отырмын. Бір уақытта Нұралы атам еңсесін көтеріп алып, «Сусар, әңгімеге айналып отырып қалдық.
Шайыңды қой, қазан көтер. Тай сойса да, қой сойса да жарасатын меймансыңдар. Көктемнің көк өзегі, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы. 2-3 ешкісі түскір лақтап қалып еді. Сендер келгенде тышқан мұрын қанат алмағанымыз жанымызға қатты батады. Нариза болмаңдар. Амандық болса әлі жарылқап, күн туып, ақ түйенің қарны жарылар. Жасаған жақсылығын берсін, деді. Сусар апам жалмажан абыржып, қағылайын, тайекем, қағылайын, тайекем, деп орнынан атып тұрып шай қамына кірісті. Лезде есік алдындағы аласа пеште қураған жүгері сотасы шатырлап жана бастады. Айтпақшы, деді Арыз апам. Айша келініңіз сәлем айтты, мынау Барысханды Медетханға жолықтырсын, деді. Жат бауыр боп кететін болды, деді. Нұралы атам, о дегенде көкірегі сырылдап, жасаураған қызыл жиек, кілегей көзі үйдің есік жақ төбесіне қадалды да қалды. Онда не бар, деп мен де қарасам, жақында жауып өткен қалың жаңбырдан түсіп қалған сылақтың орны екен. Жүрегім су өтіп, ішім мұздап қоя берді. Медетхан, деді даусы дірілдеп. Сөйлеуге шамасы келмегендей ентігіп қалды. Оған не болды, дедім, шырылдап шыдай алмай. Ештеңе де болған жоқ, деді шал. Қағылайын тайекем-ай, деді Сусар апам. Медетханды бұл жолы көре алмайтын болдың да. Шарбан бар болғыр басқа күйеуге тиіп баланы алып, Қарабалта дейтін жерге көшіп кетті де. Әміреқұл тайекемнен қалған жалғыз тұяқ. Сусар апам көсеуге маңдайын тіреп отырып, жан-жағына теңсеріп, астыңғы ерін тістеледі. Онын соң, ах деп барып бір күрсінді де, жөнелдім Қарабалтаға, бір тиын жоқ қалтада, деп сыңсылтып барып, етегін қағып орнынан тұрды да, құм қыздырған қазанға жүгері қуыруға кірісті. Теппе шайды біз құмға қуырылған аппақ жүгері шайнап іштік. Тәтті пәтті деген көрінбейді. Ішімнен қырғыздар жақта тоқшылық деген қайда деп қойдым. Арыз апам Көксайдан өтерде бізді бір бейсеубет адам қорқытқанын айтты. Құдай көзі жар болсын деп атам тұнжырап, ол қайтып үндеген жоқ. Қат-қат қалың қойдың орманына сүңіп кетіп, мұнда апам барын ұмытқандай, ақселеу сақалын тарамдап отырды да қалды. Оның есесіне Сусар апамның жағы семген жоқ. Күйеуге кеткен Зинат қызын сағынып жүргенін, әскердегі Әбдібекті түсінде көретінін, Шарбанның басқа күйеуге тиіп, Медетханды алып кеткенін, енді екі кемпір менің Әміреқұл көкем мен Шарбан хикаясын қиссадай ғып тағы айтысты. Ақырында екеуі де жылап тынды. Есіл Әміреқұлдан қалған жалғыз тұяқ өгей әкенің қолында қалай күн көреді десті. Мамытбек тері шанашқа салған түрлі түсті асықтарын көрсетіп, менің көңілімді ауламақ. Көзім асықта, көңілім кемпірлердің әңгімесінде. Сусар апам алаша тоқырда жүнді түрлі бояуға салады екен. Сонда асықтарды да қызыл, жасыл, сары, қара, көк бояуға бөлек-бөлек тоғытатын көрінеді. Мамытбек маған ауылға қайтарда бір шанаш асық сыйламақшы болды. Ішінде құлжасы да бар екен. Ақырында майшам өлегіздей бастаған соң, екі кемпір әңгімені лашсыз тоқтаттау. Жүгері паяның үстіне киіз салып, Мамыт екеумізді қатар жатқызды. Ертеңгі шайдан кейін Нұралы атам есегін ерттеп, Арыз апамды ертіп, шекер дейтін айылға кетті. Сол жақтан астық қарастырмақшы. Біз Мамытбек екеуміз күркіреу сайдың бойын араладық. Көктем жаңа шығып келе жатса да, өзен жағасына киіз үй тігіліпті. Үйдің төбесінде бақанға байлаулы аттың қара құйрығы тұр екен. Менің аң-таң болғанымды көріп Мамытбек, қара қағаз, деді. Үйге жақындап барып, есігінің баспалап қарап едік, қара жамылған екі әйел іргеге қарап, жоқтау айтып отыр. Бізді көріп, босағаға 13-14 жастағы қыз бала жақындады. Бізге кет деп айтама деп едім, кет деген жоқ. Қайта келгенімізді құптағандай. Үстінде түгі түскен қызылши барқыт қамзол, омырауына жағалай күміс теңге тағып тастапты. Шашын майда өріп, жағалата бұрым салған. Басында үкілі дөңгелек бөркі бар. Мамытбекті таниды екен. Мені көрсетіп, бұл кім деп сұрады. Бұл қазақ туысқанымыз, аты Барысхан, деді Мамытбек.
Менің атым Чолпон, деді қыз. Іргедегі екі әйел жоқтау айтып әлі отыр. Олар осылай қозғалмай тас мүсін болып қатып қалған шығар. Киіз үйдің сыртын айнала берсең-ақ гүрілдеп аққан аса өзеннен әлгі әйелдердің даусы естілмей қалады екен. Жоқтау әуенін жоққа шығарғысы келгенде көбігін аспанға атқылап, тастан тасқа соқтығып, арқырап жатқан айбарлы су. Жағасында дөңкиіп түйетастар жатыр. Түйетастың күнжақ беті жып-жылы екен, үстіне шығып отырдық. Төбеден Манас шаншылып тұр. Манастан батысқа қарай созылған сеңгір таулар. Осының бәрі Тәңірі тау. Сенің ауылың қай жақта, деп сұрады Чолпон. Сонау жақта, деп таулар тізбегінің ең шетін нұсқадым. Сонау деген не, деп күлді қыз. Тігіне дегені ғой, деп түсіндірді Мамытбек. Анау үйдегі екі әйел не айтып отыр, деп сұрадым, ыңғайсызданып қалдым. Бірақ онымды Чолпон ерсі көрген жоқ. Әжем мен апам жоқтау айтады. Әкем соғыста қайтыпты деп хабар келді. Содан бері әжем мен апам Қарағұл ботамды айта береді. Ертеде бір мерген кісінің жалғыз ұлы болған екен. Қарағұлға еліктің терісінен тон тігіп кигізіп қойған екен. Бір күні жаңа қонысқа келіп, мерген киік аулап кетеді. Бірақ ол күні жол болмай, құр қол қайтып келе жатып, үйіне жақындай бергенде атқұлақ қурайдың түбінде жатқан елікті көретті, атып салады. Әлгі елік дегені апа деп жатып қалады. Барса елік емес, елік терісінен тон киген жалғыз баласы Қарағұл қансырап жатыр екен. Сөйтсе ол әкесін іздеп шығып, атқұлақтың түбінде жатып ұйықтап қалған екен. Абайсызда баласын атып алған мерген сонда ұлын жоқтап айтады екен. Кең қолдың басы кеңшеңбер ботам, қансырап жатқан Қарағұл ботам. Тар қолдың басы тар шеңбер ботам, талықсыз жатқан Қарағұл ботам. Алтыннан сақа құйылды ботам, айыңа жетпей қиылдың ботам. Күмістен сақа құйылды ботам, күніңе жетпей қиылдың ботам. Мен елік атып тигіздім ботам, мен елік тоң қайдан кигізді ботам. Ертең бір ауылың көшеді ботам, көк қайқы барып қонады ботам. Мен абайсызда қарамай ботам, балдырған төбі былқ етті ботам. Балалық елік деп қалдым ботам, мен ботамды жеп қойдым ботам. Тобыршағың тер болар ботам, сенің тозағың тар қор болар ботам. 90-дағы атекең ботам, арғымағың ат болар ботам. 60-дағы анаң сенің, азабыңды тартып қор болар ботам. Құлыны өлген биедей ботам, қуартып кеттің Қарағұл ботам. Ботасы өлген түйедей ботам, боздатып кеттің Қарағұл ботам. О, Қарағұл ботам, о, Қарағұл ботам. Тасқа су арылдай соғып, тозаңы бетке шашырайды. Бізге айбарлана тек тегісі келгендей. Кейде судың сарыны әлгі әуемен үндесе шығады. Әлдекім айқайлағандай болады. Күркіреу судың шуылынан әрең естіледі. Қарасақ, Сусар апам қол бұлғап бізді шақыртып тұр екен. Түйетастан түсіп үйге қайттық. Чолпон соңымыздан қарап тұрды. Мен қазір тамақ ішіп қайтып келетін шығармыз деп ойладым. Қайтып келеміз, дедім бұрылып. Үйге келсек, Арзы апам буынып түйініп, алақаптың үстінде отыр. Нұралы атам есіктің алдында бөстек салдырып жантайып жатыр. Шекерден келіп қалыпты. Барысқан қарағым-ау, қайда жүрсің? Деді Арзы апам ренжіп. Бұл Арзы апаң қайтамыз деп асығып отыр. Бүгін жатып ертең жүріп кетсеңдер де болар еді, деді Сусар апам. Ойбу, жиен қыз-ау, осындай заманда адам меймандықта жүріп алар ма? Мына Барысқанның ертең оқуы бар. Менің шалым жұмыста, өзімді бригадир бір күнге босатып еді. Қайтпасақ тегі болмайды. Күн түс боп қалды-ау, деп Нұралы атам да қимады. Ештеңе етпейді, кешке дейін Құдай қаласа барып қаламыз, деп Арзы апам көнбеді. Мен мұнша тез аттанамыз деп ойламап ем. Мына Нұралы атамды, Сусар апамды, Мамытбек бауырымды қимай тамағыма жас тығылды. Тұңғыш рет Мамытбектің күлмей байсалдана қалғанын көрдім. Күлмесе түрі суықтау екен. Есектердің жүгі ауырлады. Бір-бір десте қап дән алып қайттық. Бұл баға жетпес байлық еді.
Үшінші бөлім. Күн кешегіден гөрі ысы түскенін жолға шыққан соң сездік. Арыз апам тіпті шапанын шешіп астына басып алды. Екі есек ауылға бет алған біліп, жүрісі жөнделді. Үстіндегі жүкті бұйым көрер емес, есектің күші адал деген осы да. Арыз апамның қабағы ашылып, бұрынғыдай ой тереңіне кете бермей, жарқын сөйлеп, кейде тіпті ыңылдап еске өндірге де салып келе жатты. Бәйшешектің қуыс құлағы батырайған жүгердей ашылып, шоқ-шоғымен кемел кезіне келген екен. Күннің қызуына шыдай алмай, алқа-салқа шешініп тастаған сияқты. Қартаң құлақтың да жапырағы жайылып, сап-сары қоңыраugүл жайнан қағып қалыпты. Аспан астын бозторғайдың құйқылжыған әуені кернеп кеткен. Тәңір таудың көктіреген шоқлары бүгін аса айбынды. Тұман тұтпай, мұнар баспай, ап айқын көрінеді. Жаңа шыққан көктің арасындағы арагідік былтырғы боз жусан, кілем үстіне аяғының батпағымен шығып кеткен әдепсіздің ізіндей боп, ескілігін жасыра алмай тұр. Жол жағалай отар қой жайылып жатыр. Қоздағаны көп, жүні тықыр. Қызыл шақа мәліш қозылар, аяқтары дірілдеп әрең жүреді. Жаңа туған қойдың уызын сауып отырған қойшының екі беті шиқандай екен. Қойдың үсті қорғасын деген расау, шіркін, деді арыз апам. Анадай жерде бықсып от жанып жатыр. Ана сауып отырған сүтін қазір пісіреді, деді арыз апам. Жалғанда тәтті тамақ сол ғой, шіркін. Анау отта тас қызып жатыр. Отқа әбден қызған тасты сүттің ішіне тастап жіберсе, сүт сақыр-сұқыр қайнап шыға келеді. Әне, оны ішіп алсаң, мұртыңды балта шаппайды. Осыдан ауылға барған соң бұл амалды Күзембай қойшыға айтпасам ба деп ойладым. Бірақ біздің колхоздың қойы 40 құрау, қазақы қойы да мәліші де бар, аралас ешкісі көп, ал мынау болса кілең жібек жүнді меринос. Бұл аты шулы Көксай совхозының қойлары еді. Әне-міне дегенше әңгімемен Көксай аңғарының ернеуіне де келіп іліндік. Бірақ әлгі көтеріңкі көңіл бір сәтте су сепкендей басылды. Аңғардың табанындағы кеше ғана мөлдіреп жатқан кәусар су бүгін ісіп кеуіп, арнасынан шығып, лайсаңданып ботана боп ала сорып жатыр. Қояншығы ұстаған адамдай, түріне қарап болар емес. Қалш етіп, жағаны қауып, жартастардың етегіне жармасып, төске шауып арсылдайды. Ентелеп келе жатқан есектердің де жүрісі кібіртіктеді. Дәл алдында аждаһа жатқандай шегіншектей береді. Ойбу, Құдай сыйлады, деп арыз апам санын бір-ақ салды. Мынадан қайтып өттік енді. Суға ұзақ қарасаң басың айналып, жүрек айниды. Тілсіз дүлей, заңғар таудан құлап, аласұры басыққанда қайда барады? Қарқынына қарасаң, мұхитқа жығылмай тынбайтын сияқтақ. Бірақ бұл өзендердің арыны қатты да, адымы қысқа. Осыдан осы Көксай Күркіреуге барып қосылмақ. Ал Күркіреу болса, Маймақтың қапшағайында теріс өзенімен табысып, сол жерден бастап екеуінің де есімі жойылып, аса аталады. Әулиеата жақтағы колхоздың арық атсыздарына түсіп, жетекке ілеседі де, Қызылша алқабына жетіп ада болады. Осындай ерте көктемде не қыстағана төменгі Бейлі көлге барып құяды. Бұлардың мұхиты Бейлі көл. Әй, әттес-ай, сәл ертірек шықпаған екенбіз, деді арыз апам күйініп. Күн қызбай тұрғанда бұл судан тауықты аттап өтуші еді. Не істерімізді білмей дағдарып, мең-зең боп біраз тұрдып қалдық. Кейін қайтайық десек, оның лажын таппаймыз. Екі ара талай жер. Әрдесе қайтып барып жүру ұятақ. Жақын жерде ел жоқ. Айнала аңғал-саңғал, алпауыт аңғар, сақырама су, басқа дыбыс жоқ. Кешегі бадырақ көзден қорқып қалғанымыз және бар. Күн болса қиялап бесінен ауып бара жатыр.
Бұл су сірә түнге қарай тартылар, түней салуға түн салқын, әр десе айдала, иесі аңғар. Кешегі бозторғай да жоқ. Кеше ол неден қорықты екен? Егер сайдың табанына ұя салып жүрсе, онысы әлде қашан судың қақпақылында кетті. Екеуміз де ересектен түстік. Ұйып қалған аяқтарымызды жазып, жан-жаққа қарап біраз тұрдық. Есекпісің деген, ана екі арам. Ал енді амалын өздерің табыңдар. Біздің шаруамыз шамалы дегендей, қайта-қайта пысқырынып, тастақ беткейдің тырбық көгін іскектеп, бырт-бырт үзе бастады. Үстеріндегі қаптарды әзір түсірген жоқпыз. Қабаққа шығып қарашы, өткен-кеткен ешкім көрінбей ме екен, деді Арыз апам. Жүгіріп, ентелей басып қабаққа шықтым. Тырс еткен тірі жан жоқ. Баяғы сол судың сарыны, күн болса салбырап, сендердің ауылдарың мына тұста дегендей, Ақсайдың аузына таман барып қалыпты. Тәңірі таудың қары аппақ, кір шалмаған қалпы. Бейкүнә періште тұрған бойы, суды тасытқан біз емес дегендей мүләйім. Ылдида қапшағай мұнарланып тұр. Арт жақта бұралаң боз жол. Қайтсаңдар мен міне дегендей ащы ішекше шұбатылып жатыр. Ешкім көрінбейді деп сайдың табанына түстім. Аңғардың іші елсіз ескі қыстау сияқты қара барқын тартып, қаңырап барады. Ей, жаратқан ием, деді Арыз апам, жар бола көр. Белбеуін шешіп, шапшып жатқан лайсаң суға қолын малып, кимешегін түріп, бетін сипады. Содан белбеуді жайып, кебісін шешіп тастап, намазға бас қойды. Тағы да Құдайға жалбарынды. Әуелі Орқа мен Ноқаның амандығын тілеген шығар. Одан соң үйдегілердің тіршілігін сұраған болар. Жол кесірінен, тосын қырсықтан сақта, Құдай деген шығар. Судың сойылсоқ сарыны оның сөзін естірткен жоқ. Бірақ байқағаным, егер Құдай бар болса, мұншама құлдық ұрған шын тілектен соң мына су қақ айырылып, біз құрғақ қара жолынан өте шығуымыз керек еді. Бірақ ондай ғажап болған жоқ. Жер бетінде қыбырлаған пенденің бәрінің толып жатқан тойымсыз арызы бар. Оның бәрін орындай берсе, Құдекең де принципсіз болып шығып келмей ме? Тағы шығып қарашы, деді Арыз апам, орнынан едәуір уақыттан соң түрегеліп. Етпеттеп, ентелеп отырып, қабаққа тағы шықтым. Құлаққа ұрған танадай тыныштық. Не Қазақстан жағынан, не Қырғызстан жағынан тырс еткен кісі жоқ. Осы жұрт бәрі бірі қалмай майданға аттанып кеткен жоқ па екен, деген үрей билер бойыңды. Жоғарыда тұрып Арыз апама, ешкім көрінбейді, деп айқайладым. Арыз апам су жағалап ары жүрді, бері жүрді. Сірә өткел іздейді-ау. Бірде қолындағы таяғын суға бойлатып көріп еді, оны толқын лезде жұлып әкетті. Ақ таяқ әр жерден бір-екі рет қайқаң етіп көрінді де жоқ болды. Бір есептен осы кері қайтқанда жөн-ау деймін. Мамытбек пен күндіз көрген Чолпан қызбен тағы да Күркіреудің жағасына барып, түйетастың үстіне шығып отырар едік. Кім біледі, Медетханның хабарын білетін біреу-міреу келіп қалар еді. Бір есептен бүгін түнделетіп болса да, үйге жеткеніміз дұрыс болар-ау. Інім мен қарындасым, Айша үшеуі үрпейісіп есіктің алдына шығып, жолыма қарап тұрғандай көрінді. Тыраулаған нәзік үн тас төбемнен естілгенде, есім кетіп аспанға шалқая қарап қалыппын. Арыз апамның тілегі жасағанның ілтипатына ілініп, мына тізбек тырналар бізге көмекке келгендей бір сезім биледі. Бірақ тырналар өздері қонаға асыққандай қайрылмастан солтүстік шығысты бетке алып, лезде көрінбей кетті. Бәрінен күдер үзіп, енді сайға қарай түсе берейін дегенімде, тау жақтан бір атты аулақта Аршагүл жаққа қиғаштай тартып бара жатқанын байқап қалып, айдаладағы адамға айқай салдым. Сірә менің даусым жетпеді-ау деймін. Атты ешқайда бұрылмастан борт-борт аяңмен кете барды. Басымнан күн қағары мыжырайған кепкамды жұлып алып, жалбаңдаттым-ау келіп. Жоқ, әлгі адам жан-жағына қарау деген не? Бұрылмайды. Әлде бір жансыз атты аттың үстіне
таңып тастап бет алды қоя берген сияқты. Менің шырылдаған даусымды естіп, екі өкпесін қолына алып, Арза апам келді қасыма. Әне, кетіп бара жатыр дедім. Айу деп айқайлады Арза апам. Даусы әлсіз, әдегенде шықпайды қалды. Қолын бұлғап, айу деді. Болмаған соң басындағы ақшаңқан күндігін жұлып алып бұлғады. Жүгір деді маған. Құрсын, алысақ, бірақ амал жоқ. Безектеп жолдан қиғаш тура жүгірдім. Былтырғы қызыл тікен шұлықсыз тобығымды аямай-ақ тырналап қалып жатыр. Жердің астан сансыз жесірнақ саусағын шығарып тұрғандай қасақана. Екі өкпем өшіп, енді құлайтын шығар мынау дегенмін. Бір сәт атты адам атының басын кегшең еткізіп, шұғыл тоқтатып, біз жаққа қалт қарап қалғанда, арғысына шыдам жетпей құлай кетсем керек. Көзімнің алды бұлдырап, тау теңселіп, аспан аунақшып тұр. Дүрсілдеген тұяқ даусы таяп қалды. Мен әл қуат алып орнымнан тұрдым. Әуелі күрең айғырдың астаудай апай төсі, алдына көсілте тастаған қос аяғы, пыр-пыр етіп түндіктей желпілдеген танауы көрінді. Жал құйрығы төгілген есікпен төрдей зор айғыр екен. Үстіндегісі атқа қарағанда қораштау, менен көп болса 3-4 жас үлкендігі бар балаң жігіт. Не болды деді ол, бұрыннан танитын адамдай аты жөнімді сұрамай. Анда деп мен сөйлеуге шамам келмей, Арза апам жақты көрсеттім. Атты оның әрі ештеңе сұрамастан, мінерлік жақтың үзеңгісінен аяғын шығарып босата берді. Онысы маған мінгес деген еді. Арза апам жағдайды айтты. Шылбырынан ұстап тұрып, айналайын, екі дүниеде жақсылығыңды ұмытпайын, өткізіп жібер деді. Ойбай, мынау жаман ғой, деді салт атты суға қарап. Тауда қар бұзылды, мынау соның лаңы ғой. Сәл ерте келгеніңізде бұл су жоқ еді. Онан соң өзінің атын жаңа көріп тұрғандай алды артына көз жүгіртіп алды. Күрең айғыр бәйгенің емес көкпардың, көкпар болғанда да доданың аты екені көрініп тұр. Омырауы жартаста екен, жарықтықтың. Мынау сірә жылқышы яки Зафперма болар. Табыннан таудан түсіп, айылға бара жатқан беті сірә. Атына көңілі толғандай сауырын шапаттап қойды да бізге қарады. Ол оттауын қойып мүлгіп тұрған есектерімізге қарады. Сонан соң тағы да суға көз жүгіртіп алып, тәуекел деді. Арза апам екеуміз қолдасып, қара есектің үстіндегі қапты күрең айғырдың бауырына қарай көтердік. Көкпаршы ма, құдай білсін, анау еңкейе беріп қапты қос қолдап жұлып алып алдына өңгерді. Қамшысын аузына тістеп алды. Жайлап тебініп көріп еді, күрең қасқа тайсалған жоқ, суға қойды да кетті. Су тілерсегінен асып бауырын сызды. Толқын құйрығын желбіретіп сүйреп барады. Жануардың бөксесі арынды ағыстан бұраңдайды. Күрең пырылдайды. Омырауына соқтыққан су қақырап, ақ көбік айналып, жапырыла құлайды. Бала үзеңгілі аяғын көтеріңкіреп алды. Арғы жағыға жеткен күрең бір ұмтылып құрғаққа шығып дүрсілкінді. Бала қапты сылқ еткізіп жерге тастады. Осылайша екінші қапта арғы бетке өткізілді. Онан соң бала өзі ердің артына отырды да ерге Арза апамды мінгізіп өткізді. Маған өйткен жоқ. Мені артына мінгестірді. Үзеңгіге аяғым жетіңкіремей тырбыңдап тұрғанымда еңкейіп бір қолтығымнан алып демеп жіберді. Арғы жағаға мен де өттім. Онан соң бала оңғарбай атамның көгесегін шылбырынан сүйреп суға салды. Әуелі көгесек басқысы келмеп еді, қамшымен құйымшақтан тартып жібергенде артқы екі аяғы бүгіліп барып суға көміп берді. Көгесекті су тәуірақ тәлтіректетті. Егер бала болмағанда кім біледі. Арза апамның қара есегі сол көзін жұмып түртінектеп суға түсуге батпай, қамшыға шыдап көп тұрды. Бір-екі рет алдыңғы аяқтарын суға салып тұрып, қайтадан шегіншектеп кетті. Бір мәрте тіпті кіржің етіп, күреңге тісін ақситып, құлағын жымитып тістемекші де болды. Тұра қалып, артқы аяғын арбаңдатып, тоңқып та көрді. Ақыры болмаған соң балаң жігіт қара есектің қыл шылбырын оң жақ тақымның астына өткізіп, қырғыз ердің қасына екіш орап қойды да күрең қасқаны тебініп қалды. Талай додаларды жарып шыққан жануар
тай салмай суға тағы салды. Қара есек сорлы басы кегжиіп, көзі аларып, тұмсығы аспанға қарап, төрт аяғымен жер тіреп сүйретіліп барып суға түсті. Суға түскен соң шегіншектегенін қойып, қайта күреңмен қатарласуға тырысты. Судың ортасына жете бергенде сірә аяғына тас соққан бұлар қираң етіп арт жағымен құлады. Күрең айғыр да тұңғыш рет теңселіп кетті. Қара есек тұрмақшы боп итінген кезде басы суға көміліп шықты. Қайтадан көміліп кетті. Ер аударылып кетпес үшін бала салмақты сол жаққа басты. Бір уақытта қара есектің басы тағы бір кегжең етті де, бірден жүген шыдамай сағалдырығынан үзіліп борт етті. Қара есектің басы тағы бір қылтың ете қалып еді, енді бірде аяқтары сереңдеп көрінді де жоқ болды. Біраз үнсіз қарап тұрдық. Аңғардың іші ала көлеңке тартты. Күн ұясына қонған екен. Алда қараң қалғыр, деді Арыз апам есі енді кіргендей. Бәйбіше, қапы болмаңыз, мүмкіндік болмай қалды, жүген шыдамады, деп бала өзін кінәлі сезініп. Жоқ, айналайын, деді Арыз апам. Әшейін суға мысығың кетіп қалса да өкінесің ғой. Буғазы тұқымың құрғыр. Мейлі, бала шағамның садағасы. Құдай-ау, алыста жүрген шырақтарымның садағасы. Дүние атаулының қағындысы қара есекпен кетсін. Соғысын сойқаны да сонымен кетсін. Ел жұрт аман болсын. Бір нәрсе қып күн көрерміз. Бала атынан түсіп, қап көтерісті. Енді екі қапты да көгесек көтерді. Арыз апам екеуміз қаптардың екі жағынан ұстап жаяу тарттық. Арыз апам күрең айғырлы азамат балаға алғысын жаудырбақ. Тіршілікте жамандық көрме, өркенің өссін. Өз теңінің алды болайын алайын. Бізді жарылқасаң, сені Құдай жарылқасын. Сонан соң Арыз апам есіне бір нәрсе түскендей кері жүгірді. Бұл кезде күрең айғыр арғы жағыға шыққан. Атың кім айналайын, кімнің баласысың, деп айқайлады Арыз апам. Анау естімей құлағын қалқалады. Атың кім, кімнің баласысың? Бала бірдеңе деп айқайлады, бірақ судың гүрілі естіртпеді. Кім? Бала екі қолымен аузын тосып тұрып, үзеңгіге аяғын тіреп, айғырдың үстінде көтеріліңкіреп дауыстады. Бірақ не айтқанын ажырата алмадық. Ол бізге қолын бұлғап, аттың басын бұрып, қабақты қиялап ары қарай күншығысқа өз жөнімен кете барды. Жалғыз есекті екі жақтан қаумалап, күннің батысына қарай бізде қозғалдық. Ымырт үйіріле бастаған. Елегізіп, бойды қорқыныш билегендей. Бірақ маңдай алдымыздан жарқырап бір жұлдыз шығып тұр екен. Сол медеу болып, көңіл орныға түскендей. Көңіл шіркінде бір ғана кірбің қалды. Әлгі күрең айғыр мінген батыр тұлғалы балаң жігіттің кім екенін Құдай сыйлап біле алмай қалдық. Маған бір сәт осы медетқан емес пе екен дегенде ой келді.